Фатиха сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Бар мадақ, шүкіршілік атауы, күллі әлемнің Раббысы бір Аллаға арналады. Ол Рахман, әрі аса рақымды. Дін, яғни жауапқа тарту, үкім шығару, һәм қарымта күнінің иесі. Уа жаратқан, бір өзіңе ғана құлшылық етіп, бір өзіңнен ғана медет тілейміз. Бізді разылығыңа жеткізетін тура жолға сала көр. Қаһарыңа ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес, өзің нығметке бөлеген ізгі құлдарыңның жолына сала көр.